құрметті тыңдаушылар, біздің дәрісіміздің тақырыбы етістіктің ерекше тұлғалық түрлері және етістіктің грамматикалық категориялары. Бірінші тақырыбымыз етістіктің ерекше тұлғалық түрлері. Түрлеріне арналады. Олар есімше, көсемше және тұйық етістік. Осы есімше, көсемше, тұйық етістіктің әрқайсының түрлері, мағынасы мен қызметіне тоқталатын боламыз. Өздеріңіз білетіндей, етістіктің грамматикалық категорияларын жалпы екі топқа топтастырамыз. Олар таза грамматикалық категориялар, рай, шақ, жақ және лексика-грамматикалық категориялар, болымды, болымсыздық, етіс, салт, сабақтылық категориялар. Ал есімше, көсемше, тұйық етістікті ғалымдар етістіктің бұл категорияларына қоспай ерекше түрі ретінде көрсетеді. Оның себебі неде? Оны біз есімше арқылы байқауымызға болады. Мәселен, есімшеге анықтама берген кезде етістік пен сын есім арасындағы аралық категория ретінде сипатталады. Ал енді есімшенің өзі нені білдіреді дегенде, бірде қимылдың сын сипатын, бірде таза қимылдың өзін білдіріп, екі жақты түрленетін етістіктің ерекше түрі ретінде көрсетіледі. Себебі етістіктер есім сөздер сияқты тәуелденеді, көптеледі, септеледі. Сөйлем құрамында анықтауыш, толықтауыш, бастауыш қызметтерін атқара алады. Есімшелердің негізгі қызметі етістік мәнінен басқа, оның сын есім сияқты анықтауыш ретінде жұмсалуымен байланысты. Яғни есімшелер мәні жағынан заттың белгісін білдіреді дейді. Бірақ есімше формасындағы заттың белгісіменен етістік арқылы берілетін сындық белгінің арасында айырмашылық бар. Сын есім арқылы мысалға заттың тұрақты белгісі берілсе, ал енді есімше қимыл мәнінде жұмсалған кезде оның іс-әрекетіне байланысты көшпелі динамикалық белгісін білдіреді. Есімшелер есімдер сияқты болымсыздық мағынаны жоқ, емес сөздер арқылы білдіре алады. Есімшені етістікпен жақындастыратын белгілері қандай дегенде, етістік секілді іс-әрекет, жай-күйді білдіреді. Бірақ заттың, нәрсенің динамикалық белгісін білдіреді, ал есімдер статикалық мәнді білдіреді. Есімше етістік секілді шақтық мағынамен ерекшеленеді, сонымен қатар жақтық мағынаны білдіреді. Ал енді есімше есім сөз ретінде қолданғанда бүкіл есім сөздердің мәнін білдіріп, есім сөздер секілді түрленіп қолданылады. Бұл туралы профессор Исаев былай дейді: есімше есім сөз мәнінде қолданғанда категориялық сипаттан айырылып қалады да, етістік мәнінде қолданғанда етістіктің белгілі категориясын, яғни шақ категориясын жасауға негіз болады. Сондықтан оны бір категорияның шеңберінде қарауға болмайды да, етістіктің ерекше түрі деп атаймыз дейді. Есімшелердің өзіне тән жұрнақтары бар. Олар ған-ген, хан-кен жұрнағы, оның негізгі семантикасы өткен шақтық мағына беру болса, ар, ер, және болымсыздан кейін келетін с жұрнағының мағынасы болжалды келер шақтық мағына, ал атын, етін жұрнақтарының мағынасы ауыспалы өткен шақты беру болса, мақ-мек жұрнақтары мақсатты келер шақты мағына береді. Яғни бұл жұрнақтар таза етістікке жалғанып, сөйлем баяндаушы болған кезде шақтық мән береді деген сөз. Мәселен, ол арабша жақсы білген дегенде білген сөзі есімше тұлғасында тұр, жіктеліп қолданылып, сөйлемнің баяндаушы болып тұр. Ал енді білгенге маржан, білмеске арзан дегенде есімше тұлғасындағы сөз септеліп келіп, зат есімнің қызметінде кімге деген сұраққа жауап беріп, толықтауыш мәнін атқарып тұр. Сонымен есімшелер есім сөздер секілді түрленеді, яғни көптеледі. Барғандар, келгендер, баратындар, айтатындар деген секілді. Барлық түрі тәуелдене алады. Мысалға, менің барғаным, сенің барғаның, сіздің барғаныңыз, менің барғаны. Барлық түрі септеле алады. Мысалы, келген, келгеннің, келгенге, келгенді, келгеннен, келгенмен деген секілді. Барлық түрі тікелей жіктеліп қолданылады. Сөйтіп сөйлемнің барлық мүшесі бола алады деген сөз. Ал көсемшеге келетін болса,
көсемше жіктеліп келіп немесе күрделі етістіктің құрамында негізгі етістік болып қимыл әрекетті білдіреді, немесе сол қимыл әрекеттің өзін емес, оның әртүрлі сипатын, амалын, себеп мақсатын, мезгілін білдіріп, екі түрлі мәнде, яғни бірде етістік, бірде үстеу мәнінде қолданылып, екі түрлі қызмет атқаратын етістіктің ерекше түрі болып табылады. Мысалға, ол теледидар көреді деген е жұрнағы арқылы жасалған есімше тұлғасы сөйлемде жіктеліп келіп шақ жасауға негіз болып, сөйлем баяндаушы қызметін атқарып тұр. Суреттерді көре отыр. Бұл жерде негізгі қимыл әрекетті білдіретін отыр етістігінің алдында қолданылып, көсемше тұлғасындағы сөз сол қимылдың түрлі сипатын білдіріп тұр. Ал көре көсем боласың дегенде, көсемше тұлғасындағы сөз қайталанып келіп, үстеу мәніне айналып кеткен. Көсемшенің өзіне тән жұрнақтары а, е, и, п, ып, үп, қалы, келі. Бұл жұрнақтарда негізінен шақтық мағына береді. А, е, и ауыспалы шақ, осы шақпен келер шақты білдірсе, п, ып, үп өткен шақты, қалы, келі келер шақты беру мәнінде жұмсалады. Сонымен қатар көсемшенің құрамында түрлі еңбектерде қанша, генше жұрнағы, майынша, мейінше жұрнақтары, айтпастан келместен дегенде пастан, местен деген секілді жұрнақтарда көсемшені жұрнағы деп анықталып жүр. Негізінен бұл жұрнақтары байқап отырғанымызда құрамды жұрнақтар. Олар құрамында бірнеше жұрнақтан келіп тұрғандықтан, бұларды толық мәнді көсемшенің жұрнағы деп айтуға болмайды. Көсемшенің негізгі қызметі сонымен баяндауыш болу және пысықтауыш болу. Білекті бірді жығады дегенде жығады, жіктеліп келіп баяндауыш болып тұрса, олар әңгімені қызығып тыңдады. Қызығып деген көсемше тұлғасындағы сөз қалай тыңдады деп қимылдың түрлі сипатын білдіріп пысықтауыш қызметін атқарып тұр. Сонымен көсемше тұлғасы да екі жақты қызмет атқаратын тұлға. Ал тұйық етістіктің ерекшелігі шақпен де жақпен де байланысты болмайтын қимылдың атауын білдіретін сөздер. Етістік түбірлеріне, лексика-грамматикалық категорияларына жалғанып, рай, шақ тұлғаларының үстіне жалғанбайды. Мысалға, бір ғана тұлғасы бар тұйық етістіктің, ол бару, сөйлесу, айтпау дегендегі у жұрнағы. Тұйық етістіктер қалай түрленеді дегенде тікелей жіктелмейді. Мысалға, мен барумын, сен барусың деп жіктей алмаймыз. Септеледі, бару, барудың, баруға, баруды деген секілді. Көптеледі, барулары, айтулары деген секілді. Және тәуелденеді. Менің баруым, сенің баруың, сіздің баруыңыз, оның баруы. Оны мына мысалдардан көруімізге болады. Міндетіміз жақсы оқу. Мұндағы оқу тұйық етістігі сөйлемнің баяндаушы қызметін атқарып тұр. Оқу білім бұлағы сөйлемнің бастаушы. Оқудан қалма, септеліп келіп толықтауыш қызметін атқарып тұр. Асыл кітап оқуда жіктеліп сөйлем баяндаушы ретінде тиянақталып қолданып баяндаушы қызметін атқарып тұр. Оқу үшін келдік, үшінші лаумен тіркесіп пысықтауыш қызметін атқарып тұр. Демек, есімше, көсемше тұйық етістіктерді екі жақты қызмет атқаратындықтан етістіктің грамматикалық категориясына қоспаймыз, оны жеке категориялық мәнге ие болмайтын ерекше топ ретінде қарастырамыз. Етістіктің грамматикалық категорияларына тоқталатын болсақ, оған рай, шақ және жақ категориялары кіреді. Неге бұларды грамматикалық категория деп айтамыз? Бұл грамматикалық категориялардың лексика-грамматикалық категориялардың ерекшелігі түбірдің семантикасына ешқандай мағыналық өзгеріс енгізбейді, қосымша грамматикалық мағына үстейді және жіктеуге негіз болатын тұлғалар болып табылады. Мысалға, рай категориясына келетін болсақ, сөйлеушінің қимыл іс-әрекетке көзқарасын, қимылдық шындыққа қатысын, модальдық мағынаны беретін етістіктің грамматикалық категориясы. Оның төрт түрі көрсетіледі.
ашық рай, шартты рай, қалау рай және бұйрық рай. Мысалға, ашық рай деп нені айтамыз? Ашық рай деп етістіктің үш жағының бірінде қолданылған етістіктерді айтамыз. Яғни осы шақ, өткен шақ, келер шақтың бірінде тұрған етістіктерді ашық рай деп айтамыз. Себебі кез келген әрекетте модальділік мағына болады. Яғни ол үш жақта тұрған етістіктердің барлығы да объективті модальділікті білдіреді деген сөз. Мысалға, күн күркірейді, қар жауады, мысалға, жылқы кісінейді, қой мөңірейді десек, өмірде болатын шынайы құбылыстар. Осы құбылыстардың барлығын объективті модальділікті білдіреді дейміз. Ал шартты рай қимыл іс-әрекеттің болу-болмау, жүзеге асу-аспау шартын білдіріп, се жұрнағы арқылы жасалатын райдың бір түрі. Мысалға, мен барсам, сен барсаң, сіз барсаңыз, ол барса деп шартты рай тұлғасындағы етістіктерді қысқа түрде жіктей аламыз. Ал бұйрық рай. Бұл рай қимыл іс-әрекеттің орындалу-орындалмауында біреуге бұйыру, тілек ету, түрткі болу сияқты мағыналарды білдіреді. Мысалға, мен барайын, сен бар, сіз барыңыз, ол барсын. Бұйрықтық мағына әдетте бірінші жақта айқын болмайды. Мысалға, мен барайын, біз барайық дегенде бұйрықтан гөрі сөйлеушінің қимыл іс-әрекетті орындауға деген ниеті көрінеді. Сондықтан бұл жерде бұйрықтық мағына айқын болмайды. Дегенмен бұл түрленуге негіз болып жаппай түрлендіріп тұрғандықтан ол да бұйрық рай категориясына кіреді. Ал екінші жақта, үшінші жақта бұйрықтық мағына айқын қолданылады. Қалау райы бұл іс-әрекетті жүзеге асыруға деген айтушының ниетін, тілегін, ынтасын білдіріп, г, г, қ, к қосымшалары арқылы немесе түбірге се игеді, ғайги, са екен тәрізді аналитикалық форматтар қосу арқылы жасалады. Қалау рай тұлғасындағы етістіктердің жіктелу үлгісі төмендегідей: менің барғым келеді, сенің барғың келеді, сіздің барғыңыз келеді, оның барғысы келеді. Бұл жерде жіктеу негізгі етістікке түсіп тұр. Негізгі етістікке ғ деген қалау райдың жұрнағы жалғанып, одан кейін қысқа түрде жіктеу үлгісі қолданылып тұр. Бірақ басқа жіктеулердің ерекшелігі оған келеді деген көмекші етістік тіркесі қолданылады. Ал аналитикалық формаларына келетін болсақ, барса екен, барса игі еді, барғайсың, барса екен тәрізді формалармен жасалады деген сөз. Ал шақ категориясына келетін болсақ, қимыл іс-әрекеттің жай-күйдің орындалу мезгілі мен сөйлеп тұрған уақыт арасында қарым-қатынасты білдіретін грамматикалық категория деп аталады. Шақ категориясына байланысты қате айтылып жүрген бір пікір: шақ қимылдың өту мезгілін білдіре алады деген. Бұл дұрыс емес. Себебі қимылдың өту мезгілін шақ категориясы бере алмайды. Бұл сөйлеп тұрған сәтпенен оның уақыт арасында қарым-қатынасты білдіріп, яғни осы қимыл әрекеттің болып жатқанын, болатынын немесе болып кеткенін білдіретін категория. Ал енді қимылдың нақты мезгілін білдіретін ол үстеу формалары. Етістіктің үш шағы бар, оның әрқайсының түрлері бар. Осы шақ формалары түрлері нақ осы шақ және ауыспалы осы шақ. Өткен шақта бұрынғы, жедел және ауыспалы өткен шақ кездеседі. Ал келер шақтың үш түрі бар: болжалды, ауыспалы, мақсатты келер шақ. Оның әрқайсының өзіне тән жұрнақтары бар. Бұл шақты білдіретін жұрнақтар есімше жұрнақтары, көсемше жұрнақтары, қалып етістіктері, отыр, тұр, жатыр, жүр, нақ осы шақты береді, және жедел өткен шақ жұрнақтары. Шақ категориясы осы жұрнақтар арқылы жасалады деген сөз. Енді жақ категориясы.
жақ категориясы дегеніміз етістіктің үш жақта жіктелуімен байланысты. Яғни етістіктің жіктік жалғауларын қабылдап, қимылдың қай жақтағы субъектіге қатысты екендігін көрсететін жалғаулар. Бұнда бірінші жақты сөйлеуші жақ, екінші жақты тыңдаушы жақ, үшінші жақты бөгде жақ деп атайды. Етістіктердің жалпы жіктелу ерекшелігі бізге етістік тақырыбынан, қосымшалар тақырыбынан таныс. Жалпы алғанда етістіктер төрт түрлі жалғанады. Жіктік жалғаулар төрт түрлі жалғанады, 5 түрлі жіктеледі дейді. Бірінші, етістіктің есімше тұлғалары, қалып етістіктері және есім сөздер біркелкі жіктеледі. Келесі, көсемшенің а, е, п, тұлғалары біркелкі жіктеледі. Бірінші тұлғаларда, бірінші қатарда, үшінші жақта ол барған, ол барар дегенде жіктік жалғау нөлдік тұлғада қолданылатын болса, екінші көсемше тұлғасында жіктелген кезде нөлдік тұлға болмайды. Ол барады, ол барды деген жіктік жалғаулар ашық түрде қолданылады. Сол жағынан ерекшеленеді. Ал шартты раймен жедел өткен шақты қысқа түрде жіктеу деп айтамыз. Мен барсам, сен барсаң, мен бардым, біз бардық дегенде м, қ, к формаларын қысқа түрде жіктеу деп айтамыз. Онда үшінші шақта нөлдік тұлға кездеседі. Ол барса, ол барды дегенде. Ал енді бұйрық райда жіктеу басқа жіктеулердің ешқайсына ұқсамайды, өзіне тән жалғаулары бар. Мен барайын, сен бар, екінші жақта нөлдік тұлғада қолданылады. Сіз барыңыз, ол барсын. Біз барайық, сендер барыңдар, сіздер барыңыздар, олар барсын. Ал енді қалау райдың жіктелу үлгісі, жаңа алдында айтқанда, ешқайсына ұқсамайды. Ол жерде көмекші етістік қолданылады. Менің барғым келеді, сенің барғың келеді, сіздің барғыңыз келеді, оның барғысы келеді деген секілді. Сонымен етістікке жалғаулар төрт түрлі жалғанады, бірақ 5 түрлі жіктеледі деп айтылады. Бұндай жақтық мағына тек қана жіктік жалғаулары емес, тәуелді жалғаулар арқылы да беріледі. Мысалға, менің кітабым десек, ол бірінші жаққа қатысты, сенің кітабың екінші жаққа қатысты. Бірақ жіктік жалғау арқылы берілетін жақтық мағына мен тәуелдік жалғау арқылы берілетін жақтық мағына бір емес. Олардың арасында үлкен айырмашылық бар. Жіктік жалғау арқылы берілетін жақтық мағына қимыл әрекеттің әрекет пен оны істеуші арасындағы қарым-қатынасты білдірсе, тәуелдік жалғау арқылы берілетін мағына ол заттың кімге, қай жақтағы тұлғаға қатысты меншікті екендігін көрсетеді. Зат пен оның иесі арасындағы қарым-қатынасты білдіреді. Жақтық ұғым, екеуіндегі жақтық ұғым осы жағынан ерекшеленеді. Енді етістіктің сөйлемдегі қызметі, негізгі қызметі әрине баяндауыш, бірақ есімше, көсемше тұлғалары етістіктердің барлық қызмет атқаруына негіз болады. Әсіресе есімше тұлғалары есім сөздер секілді түрленгеннен кейін сөйлемнің барлық мүшесінің қызметін атқарып береді. Ал көсемше тұлғасындағы етістіктер жіктеліп келіп баяндауыш болады және кейбір шылаулармен тіркесіп келіп пысықтауыш. Негізгі етістіктің алдында келіп пысықтауыш қызметін атқарады дейміз. Ал қимыл атаулары септеліп, атау мен іліктен басқа септіктерде тұрып толықтауыш қызметін атқарады дейміз. Мысалы, отанды сүю отбасынан басталады. Сүю тұйық тұлғасындағы етістігіміз сөйлемнің бастауышы болып тұр. Ал басталады деген сөйлемді аяқтап тиянақтап жіктеліп қолданылған баяндауыш. Уәдені бұзу, ұяны бұзумен тең. Бұзу, не істеу, қайту сөйлем бастауышы тұйық тұлғасында тұр. Бұзумен тең дегенде ол сөйлемнің баяндауышы. Талапты ерге нұр жауар. Жауар етістігі есімше тұлғасында тұрып, жіктеліп қолданылып, үшінші жақта сөйлем баяндаушы болып тұр. Сүйіп істеген іс шаршатпас. Сүйіп істеген іс, қандай іс деген сұраққа жауап беріп, сөйлемнің пысықтаушы қызметін атқарып, анықтаушы қызметін атқарып тұр. Ал шаршатпас деген сөйлемнің баяндаушы, ол шаршатпас жіктеліп
қолданылып тұрған есімше тұлғасындағы етістік сөйлем баяндаушы болып тұр. Іздеген жетер мұратқа. Сөйлем қайтер, не істейді, жетеді. Сөйлем баяндаушы жетер есімше тұлғасында тұр, жіктеліп қолданылып тұр. Ал кім жетеді, іздеген жетер сөйлем бастаушы болып тұр, жіктеліп, септеліп, атау септігінде қолданылып тұр. Құс жеткен жеріне қонады. Қайтеді, қонады баяндауыш, көсемше тұлғасында жіктеліп тұр. Қайда қонады, жеткен жеріне дегенде, жеткен жеріне, қандай жер, қайда қонады деп екеуін бірге алсақ, сөйлемнің пысықтаушы тұр. Оқып сөйлеме, көңіліңе тоқып сөйле. Сөйлеме, қайтпе баяндаушы, бұйрық райда жіктеліп екінші жақта тұр. Қалай сөйлеме, оқып сөйлеме, сөйлем пысықтаушы. Не істе, қайт, сөйле баяндауыш, қалай сөйле, тоқып сөйле бастауыш қызметін атқарып тұр. Жалпы алғанда етістіктің грамматикалық категорияларын, сонымен рай категорияларын, рай, шақ және жақ категорияларын жатқызамыз. Ал есімше, көсемше, тұйық етістік категориялық мәнге ие бола алмайтын ерекше түрі болып табылады. Назарларыңызға рахмет.